Сәлеметсіздер ме? Каналымызға қош келдіңіз. Бүгінгі біздің әңгімеміз кезінде ата-аналық құқығынан айырып тастауым керек деп өкінген ананың тағдыры туралы болса. Бастамас бұрын каналға тіркеле кетіңіз. Өмірде болған оқиға. Айсара мен Нұрбол екеуі бір мектепте оқып, бір қалаға оқуға түседі. Жаңа қала, жаңа орта оларды бір-біріне жақындата түседі. Ауылдас, сынып істеп бір-бірінің қасынан қалмай, бірге сабаққа барып, бірге үй тапсырмасын дайындайтын. Біреуі жатақхананың екінші қабатында қыздармен тұрса, екіншісі үшінші қабатында ұлдармен тұратын. Осылайша достық сезімі махаббатқа ұласады. Оқу бітіре салысымен Нұрбол әскерге аттанады. Айсара оны бір жыл бойы ауылында мұғалім болып жүріп күтеді. Әскерден орала салысымен Айсараға құда түседі. Нұрбол мен Айсара ауылдарында тойларын жасап, жазғы демалысты ата-аналарының жанында өткізеді. Алайда қыркүйек айында қарай екеуі қалаға жол тартады. Қалаға келіп, пәтер жалдап, екеуі екі жақтан жұмыс істейді. Айсара мектепке мұғалім болады. Ал Нұрбол әскери қызметші қатарына қабылданып, әскери қызметші атанады. Осылай екеуі күндерін көріп жүргенде, Айсара өзінің аяғы ауыр екенін сезеді. Бұл жаңалықты Нұрболға тосын сый жасап жеткізіп, екеуінің қуаныштарында шек болмайды. Осылайша 7 ай уақыт өтіп, Айсара декреттік демалысқа шығады. Декреттік демалысында ауылдағы ата-анасына барып қайтпақшы болып жолға шығады. Содан Нұрболдың ата-анасының үйінде бір апта болады. Бір аптадан соң Айсараның жолдасы Нұрбол Айсараға маңызды шешімін хабарлайды. Ол Айсара баланы босанғанға дейін ауылда қалатынын айтады. Өзі күні түні жұмыста, толғағы келген кезде көмектесетін адам болмай қалуы мүмкін. Сонымен қатар түнгі уақытта үйде жалғыз қалып қоятын кездерінің көп болатынын айтып Айсараға қалдыруға көндіреді. Айсара қаншалықты қарсы болғанымен, барлығына қарсы шыға алмай келісуге тура келеді. Осылайша Айсара ауылда ата-енесімен қалып, ал Нұрбол қалаға жұмысқа кетеді. Айсараның әке-шешесі бұл кезде басқа қалаға көшіп кеткен еді. Айсараның әкесінің жұмысына байланысты. Айсара жалғызсырап күнде жылаумен өткізеді. Толғағы келіп, босанатын уақыты да жетеді. Қуанып бір жағынан сәбиін қолына алатынына қуанса, екінші жағынан жолдасының қасына қалаға кететіне қуанады. Қыз баласын болсанып, атын Алина деп қояды. Шығаратын кезде Нұрболда келіп шілдехана жасалып, бәрі керемет болады. 3 күннен соң Нұрболға онымен бірге еріп қалаға баратынын айтады Айсара. Алайда Нұрбол қаладағы үй салқын. Жалғыз өзің бала қалмайсың. Осылайша Айсара не десе де, Нұрболды әке-шешесі де қолдап, ақыры Нұрбол тағы да қалаға жалғыз кетеді. Содан баланың 40 күндік тойы болады. Сол кезде Айсара шыдай алмай өзінің әке-шешесіне бәрін айтып береді. Әке-шешесі бұның бәрінен хабары жоқ болатын. Айсараның анасы бірден құдасы мен құдағайына қыздарын алып кететін айтады. Нұрболдың әке-шешесі бірден Нұрболға хабарласып, болған жағдайды айтып береді. Сол кезде Нұрбол Айсараға хабарласып, әке-шешеңмен бірге қалаға кел. Бірге тұрамыз дейді. Содан Айсара шешесімен қызымен Нұрбол жалдап тұрып жатқан пәтерге барады. Айсараның анасы бірнеше күн солармен бірге тұрады. Содан бір аптадан соң өзінің қаласына қайтады. Айсараның қуанышында шек жоқ. Өзі армандаған кішкентай мемлекетінде отанасы болып, баласын тәрбиелеп, жолдасына тәтті тағам пісіріп жұмыстан күтіп отырғанның өзі бір бақыт деп езуі жиылмай жүреді. Арадағы барлық ренішті ұмытып жаңа өмір бастайды. Алайда Нұрбол енесі кеткеннен соң өзгеріп кетті. Үйге жай келуді шығарды. Күнде әдетке айналдырып алған. Тіпті Алина мен Айсара ұйықтағаннан соң келіп, ас бөлмеде ұйықтап, азанмен қайта жұмысқа кетіп қалатынды шығара. Айсараның армандағы отбасы бұл емес еді. Өзінің әскери адам екенін алға тартып, тіпті сенбі-жексенбі күндері де үйде болмайтын. Соңғы кездері тіпті үйге қонбай қалатынды да шығарды. Осылайша Айсараның ойында күмән туды. Жолдасының көңілдесі барына сенімді болды. Осылайша ол бір күні Нұрбол ұйықтап жатқанда телефонын ақтарып, өзінің күмәнінің бекер болмағанына көзі жетеді. Сара атты бір қызбен кездесіп жүр екен. Сара жалғыз тұратын секілді. Екеуінің хабарламаларын оқып, олардың ұзақ уақыт бойы кездесіп жүргендерін біледі. Тіпті Сараның үйінде бірнеше мәрте қонғандығы да анық көрініп тұр.
Айсара ешқашан Нұрболдың телефонын тексермейтін, соған Нұрбол да еш алаңсыз Сарамен түскен суреттерін қиналмай сақтап, бір-біріне жіберіп жүрген. Осының бәрін көрген Сара жылап қалады. Біреудің жылаған даусынан оянған Нұрбол жағдайды бірден түсінеді. Бірден телефонымды неге ақтарасын деп Айсараның өзіне бас салады. Айсара да онымен ажырасатынын кесіп айтады. Екеуі айқайласып біраз жерге барады. Ертесіне Айсара Алинаны алып, өзінің әке-шешесі тұратын қаладан бір шығады. Нұрбол да артынан іздеп бармайды. Айсара ажырасуға арыз беріп, екеуі заңмен ажырасады. Алайда Айсара алиментке арыз бермейді. Нұрболдан бір тиын да алмай өзім бағып, өзім өсіремін деп шешеді. Әке-шешесі де қолдайды. Айсара үйіне келіп, барлық болған жағдайды әке-шешесіне айтып береді. Әке-шешесі Айсараға барынша қолдап көрсетіп, оның көңілін аулайды. Алина 1 жасқа толады. Туған күнін Айсараның әке-шешесі жасап, барлық туысқанды шақырады. Құда-құдағиына да хабар береді. Алайда Нұрболдың 2-ші рет Сараға үйленгендігін және Сараның аяғы ауыр екенін естиді. Бұны естіген Айсараға өзіне қамшы тигендей сезеді. Содан Айсарада бизнеспен айналысып, күні-түні жұмыс жасайды. 5 жылдың ішінде өзіне ешқандай несиесіз үй және көлік алады. Қызы 1-ші сыныпқа барады. Нұрболмен еш хабарсыз. Нұрболда осы 5 жылда қызын бір рет іздеп келген емес. Сарадан 2 ұлы бар деп естіген Айсара, бірақ бір-бірімен хабарласпайтын. Алина өзінің әкесі нағашы атасы деп ойлайтын. Бала туыстық қатынасты әлі дұрыс түсіне бермейтін. Қызы екеуі бір пәтерде тұрып жатады. Арада тағы 3 жыл өтеді. Қызы 8 жасқа келеді. Бір күні Айсара іс-сапармен Астана баруы тиіс болатын. Ұшаққа билет алып дайындалады. Алинаны әке-шешесіне апарып, өзі әуежайға келсе, ұшақ 10 минут бұрын ұшып кетіпті. Бұл келіссөздің, кездесудің маңызы зор болатын. Содан Айсара үйіне асығыс келіп, машинасын алып, жолға шығады. Кездесуге үлгеруім керек деген оймен өте қатты жылдамдықта айдап келе жатқанда, бұрылыстан бір көлік атып шығып, екеуі оңбай түйіседі. Айсараның көлігі жолдан аударылып түседі. Жолда келе жатқан көліктер бірден тоқтап, 2 машинаға жүргізушілерді шығарып, жедел жәрдем шығарып, барынша көмек көрсетеді. Алайда екеуі де қатты жылдамдықтың кесірінен жедел жәрдем келгенше қайтыс болып кетеді. Полиция қызметкері Айсараны шақырып хабар береді. Айсараның шешесі қызы екеніне сенбейді. Қызы ұшақпен кетті деген бір сөзді қайталай береді. Әкесі Айсараның көлігін бірден таниды. Қанша ауыр болса да, тағдырға шара жоқ. Ағайын туыс болып Айсараны ақтық сапарға шығарып салады. Айсараның садақасынан Нұрбол және оның әке-шешесі келеді. Айсараның шешесі Нұрболды қарғап сілеп, қызына әйел бақын сыйлай алмадың деп кінәлайды. Нұрбол Алинаны тіпті танымай қалады. Өзінің қызы шамамен осындай жаста деп ойлағанмен, ол осы күнге дейін Алинаның түрін бір ретте көрмеген болатын. Осылайша Нұрбол әке-шешесін алып садақадан кетіп қалады. Айсараның 40 күндік садақасына Нұрбол өзі келеді. Өткенге өкінтінін айтады. Сонымен қатар, ол қызы Алинаны өзімен бірге алып кеткісі келетінін жеткізеді. Бұны естіген Айсараның ата-анасы жағасын таппай қалады. 8 жыл көрмеген қызын сұрап тұрғанына қатты таң қалады. Нұрбол Айсараның әке-шешесіне бір күні сіздер қайтыс болсаңыздар, Алина далада қалады, одан да қазірден бастап бауырларына үйрене берсін. 1 жыл 2 ортада жүрсін, сосын мен толықтай алып кетейін дейді. Бұны естіген Айсараның әке-шешесі мүлдем қарсылық танытып, үйден қуып шығады. Содан 1 аптадан соң Алинаның нағашы әжесі Алинаны ертіп, халыққа қызмет көрсету орталығына барады. Барып болған жағдайды баяндап, баланың анасының қайтыс болуына орай жәрдемақы тағайындағысы келетінін айтады. Алайда халыққа қызмет көрсету бөлімінің мамандары нағашы әжесінен арыз қабылдай алмайтындарын айтып, ол үшін алдымен қорғаншылық тағайындау керектігін түсіндіреді. Содан нағашы әжесі Алинаны алып, қорғаншылық бөліміне келеді. Қорғаншылық бөлімі баланың әкесі ата-аналық құқығынан айырылмаған, баласынан түбегейлі бас тартып отырған жоқ. Сол себепті нағашы әжесіне қорғаншылық тағайындалмайды деп түсіндіреді.
Балаға жайлап-жайлап бәрін түсіндіріп, әкесімен араластырып, сосын әкесінің тәрбиесіне беру керек деп айтып еді. Нағашы әжесі ашуланып, Алинаны алып, қорғаншылық бөлімінің басшысынан шықты. Содан басшысы Нұрболды ата-аналық құқығынан кезінде Айсара айыруы тиіс еді. Алимент алмағаны да бір жағынан Айсараның қатесі деп түсіндірді. Енді ата-аналық құқығынан айыруға нағашы ата әжесі бере алмайтындығын, олардан тіпті сот арыз қабылдамайтындығын айтты. Қорғаншылық органы Нұрболды ата-аналық құқығынан айыруға арыз бере алатындығын түсіндірді. Бірақ бұл ұзақ процесс 1-2 күнде шешіле қоймайтындығын айтты. Қорғаншылық орган баланың заңды өкілінсіз тұрып жатқандығын жергілікті мектепке және кәмелетке жасқа толмаған инспекторға хабарлады. Қорғаншылық органы баланың заңды өкілінсіз тұрып жатқанына байланысты, оны балалар үйіне алып кетулері керек екенін айтып еді. Нағашы әжесі жылап жіберді. Балаға өздері бас-көз болатындығын айтып, баланың денсаулығына, өмірінің қауіпсіздігіне жауап береміз деп қолхат жазып, Алинаны балалар үйінен алып қалды. Сонымен қатар Нұрболды ата-аналық құқығынан айыруды сұрақ арыз жазып кетеді. Содан қорғаншылық органы баланың әкесі Нұрболды ата-аналық құқығынан айыру үшін материал жинай бастады. Ең алдымен Нұрболға қоңырау шалып, оны қорғаншылық бөліміне шақырды. 8 жылда бір ретте қызын көруге уақыт таптаған әке жұмысынан сұранып құстай ұшып келді. Қорғаншылық бөліміне келіп, өзінің қызынан бас тартпайтындығын айтып, осы уақытқа дейін Айсара көрсетпейді деп ойлап келмегендігін айтады. Айсара кетерде енді бізді ешқашан көрмейсің деп айтқан сөзі есінде қалып қойғандығын айтып, және осындай жағдайға душар боламыз деп ойламағандығын айтып ағынан жарылады. Қорғаншылық бөлімі оның өз құқықтарын дұрыс қолданғандығын, сонымен қатар егер Айсара баланы көрсетуден жалтарса, ол құқық қорғау органдарына, қорғаншылық органдарына арыздануға болатындығын айтып, әскери адам ретінде білмеуіңіз мүмкін емес деп Нұрболды тығырыққа тірейді. Сонымен қатар қорғаншылық бөлімі Нұрболдың ата-аналық құқығынан айыруға сотқа арызданатынын айтады. Нұрбол сотта жең шығатынына сенімді екендігін айтады. Осылайша сот күні белгіленеді. Сотқа қорғаншылық органы баланың әкесі ешқашан келмегендігін, тіпті бала оны танымайтындығын айтып, ата-аналық құқығынан айыруды сұрайды. Нұрбол өз кезегінде баласынан бас тартпайтын сұрап, баласымен жылы қарым-қатынас орнатуға уақыт беруін сұрайды. Екі тарапты тыңдап, сот Нұрболдың ата-аналық құқығынан айырмай қояды. Алинамен қарым-қатынасын орнатуға уақыт береді. Алинаның нағашы ата әжесі сотқа наразы болып, үйлеріне қайтады. Қорғаншылық органы баланың әкесіне жәрдемақы тағайындау үшін нағашы әже атасына көмектесуін сұрайды. Азам мен Нұрбол Алинаға барады. Алинаға ойыншықтар, оқу құралдарын алып барады. Нағашы ата әжесі Алинаға соттан келгеннен кейін бәрін айтып береді. Алина жылап әкесіне бармайтынын және оны жек көретінін айтады. Түнімен ызаға булыққан Алина азанда келген Нұрболдың ойыншықтарын бетіне лақтырып, оған айқайлап үйден шығып кетеді. Нұрбол Алинаның нағашы әже атасымен сөйлеспекші болады. Нағашы ата әжесіне шарт қояды. Жәрдемақыны тағайындап беремін, ал сіздер Алинамен қарым-қатынасымызды дұрыстауға көмектесесіздер деп шарт қояды. Нағашы ата әжесі қыздары Айсараның кезінде осы Нұрболды ата-аналық құқығынан айырып тастағанына іштей ыза болады. Алайда амал жоқ, бала үшін, балаға жәрдемақы алу үшін Нұрболдың шартымен келіседі. Келесі күні Нұрбол жәрдемақы тағайындап беріп, карточкасын Алинаға ұстатын өзінің отбасына кетіп қалады. Содан 1-2 ай телефон арқылы сөйлесіп тұрады. Алина бір сөйлессе, бір сөйлеспей, ренішін баса алмай жүреді. Бір күні әжесіне әкесімен мүлдем сөйлескісі келмейтінін айтады. Әжесі Нұрболға жеткізеді. Нұрбол ашудан банкке барып, жәрдемақы түсіп тұрған карточкасын жауып тастайды. Бұны нағашы ата әжесі білгенде қатты ашуланады. Ақшасы құрсын деп отырғанда, жазғы демалыста Нұрбол келіп тұр. Нұрбол келіп Алинаны өзінің қаласына, өзінің екінші отбасына алып кететінін айтады. Алина да, ата әжесі де қарсы болады. Нұрбол қорғаншылық органына барып арыз жазады. Қорғаншылық органы Алинаны, оның нағашы ата әжесін және Нұрболды шақырып кеңес жасайды. Кеңес Алинаны 1 айға Нұрболмен бірге жіберетін болып шешеді. Алина түнімен жылап шығады. Сазанда Нұрбол келіп алып кетеді. Алинаны уайымдап нағашы атасы төсек тартып жатып қалады. Алина өгей шешесі мен бауырларын бірінші рет көріп, тіпті амандаспайды да.
Алина түнімен әжесіне звондап, жылап тезірек үйіне оралғысы келетінін айтады. Осы екі арада Алинаның кеткенін көтере алмай, атасы өмірден озады. Нұрболды қызды алып қайта кет. Алина әкесін одан бетер жек көріп кетеді. Нағашы әжесі екеуі ғана қалып, Алина сабақ құралдарын реттей бастайды. Қаншама жағдай, өмірі әкем деп келген адам атасы болып, анасы өлгенде келген кісі әкесі болып шыққаны. Оны қайта-қайта үйіне тартқыштап жүрген әкесінің қылықтары, атасының өлімі, әкесіне жабысып жүрген бауырларын көру барлығы Алинаға үлкен соққы болды. Нағашы әжесі немересін өзі ақ өсіріп бағар еді, онымен әкесі ата-аналық құқығынан айырылмағандықтан қорғаншылық тағайындай алмай, Нұрболға жіпсіз байланып қалды. Қыз 18-ге толғанша Нұрболмен алысуға тура келетіні жаман. Нұрболда 8 жыл бойы іздемеген қызын енді көре қалды. Себебі қызынан бас тартса, оны ата-аналық құқығынан айырады. Ал әскери адамның ата-аналық құқығынан айырылғандығы мансаптық жолда өсуіне өте үлкен кедергі екенін Нұрбол анық білетін. Сондықтан қызымен нағашы ата әжесін әуреге салып, баланың психикасына әсер етіп отыр. Айсара кезінде Нұрболдың қызымен араласпай кеткендігін пайдаланып, Сарамен қосылып, балалы болып бақыттан басы айналып жүрген кезді пайдаланып, ата-аналық құқығынан айырып тастаған кезде, бүгінгі күні әкесі де тірі болар еді, Алинаға да күйзеліс болмас еді. Нағашы әжесі де Алина үшін Нұрболдың қылықтарын көтеруге мәжбүр болмас еді. Ата-аналық құқығынан айырылған болса, ата әжесі қорғаншылық тағайындап, жәрдемақысын тағайындап, Нұрболды есіктен де сығалатпас еді. Қаншама жыл бойы әрбір 90-дық демалыс Алинаға сынақ. Жылап еңіреп көргісі келмейтін, анасының отбасын ойрандаған Сараның қолына баруына тура келеді. Қанша бауыр екенін түсінсе де, отбасын ойрандаған әйелден туылғандығы есінен бір шықпайтын. Сол себепті ол бауырлармен де тіл табыса алмады. Ал Нұрбол болса қорғаншылық органымен сот үшін баласымен тіл табысқысы келіп жүрген әкенің рөлін ойнап жүр. Ең бастысы ата-аналық құқығынан айырылмаса болғаны. Ал Алинаның жағдайын, оның Сараның қасында қандай сезімде жүргенін ойлап жатқан Нұрбол жоқ.